Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пеште оңай жасалатын, тез дайын болатын кәуаптың рецептісін сіздерге ұсынатын боламын. Осы қажетті сәттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыз. Олай болса, кәуаптарымызды дайындауға кірісеміз. Ең алдымен бізге осындай тауықтың төс еті қажет болады. Яғни осы тауықтың төс етін ортасынан бөліп, осылай бөліп шығамыз. Мінекей. Ортасынан бөліп алғаннан кейін осындай көлемде, өте үлкен емес, осы орташа көлемде осылай барлығын турап шығатын боламыз. Мінекей, мен де барлығын дәл осындай көлемде турап шығатын боламын. Яғни бізге 1 килограммдай тауықтың төс еті қажет. Барлық өлшемдерін, қажетті ингредиенттердің барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Мінекей, турап осы ыдысқа салып алдым. Міне барлығын турап салдым. Енді біз осы тауықтың төс етін жақсылап маринадтайтын боламыз. Ең алдымен майонезді саламыз. Одан кейін қажетті дәмдеуіштерімізді саламыз. Паприка, бұрыш және аскөк саламын. Қалауларыңызша тұз және сұйық май. Және 1 тісше сарымсақ саламын. Жақсылап қолымызбен араластырып, яғни маринадтап қоятын боламыз. Әбден жақсылап араластырып алғаннан кейін 2 сағатқа 1,5-2 сағат көлемінде бетін жауып қоятын боламыз. Яғни біздің дәмдеуіштеріміз жақсылап етке сіңіп 1,5-2 сағат көлемінде маринадталып тұруы керек. Осылай бетін жауып қалдырамыз. Мінекей достар, 2 сағат көлемі өтті. Міне біздің еттеріміз маринадталып дайын болып тұр. Енді осындай шпажканы аламыз. Осындай шпажкіге 4-5 данадан сала отырып, тізбектеп салып шығатын боламыз. Мінекей, осылай салып шықтық. Енді бұл кәуаптарымызды біз формаға пергамент қағазын төсеп, осы формамызға барлығын шетінен салып орналастырып шығамыз.
шпажкаге 4-5 данадан саламыз. Өте дәмді шығатын кәуаптардың бірі. Бұл дәл осы рецептпен менде 9 дана кәуап шықты. Егер көбірек жасайым дейтін болсаңыздар, рецептін 2 есе көбейтіп жасайсыздар. Мінекей достар, барлығын салып дайындап қойдық. Пешімізді алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Яғни қызып тұрған пеште 180-200 градустың арасында 20 минутта пісіріп аламыз. Ал мінекей достар, біздің кәуаптарымыз 20 минуттың ішінде дайын болды. Иісі де өте керемет болып шығып тұр. Тез әрі оңай дайын болады. Мінекей барлығын осылай тарелкаға салып бетіне жуа сеуіп әсемдеп шығатын боламын. Мінекей иісі де өте керемет шығып тұр. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Осындай жуаменен әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Мінекей достар, өте тез дайын болатын кәуабымызды бір сәтте жасап шықтық. Сізде дәл осы рецептпен жасап дайындап көріңіздер. Егер видеом ұнап жатса, пікір қалдырып, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Және достар, каналымда осындай түрлі тағамдармен, тәттілермен, тез әрі оңай дайын болатын рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Осындай сәттерді жіберіп алмай, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Баршаңызға ас болсын.